Қайырлы күн, қазақ елі. Мен өз білесіздер ғой, Алматыда тұрам. Сондықтан мына журнал, мысль деген журнал. 2024 жылы 12 декабрьде жарыққа шыққан екен. Осы журнал қолымызға тиді. Тигенде де осындай қазақтың өткен тарихына үңіліп, соны қызықтап жүретін бір кісі бар еді. Үлкен кісі ғой мен. Сол мына нені көрсетті ғой. Аққағаз патшайым туралы. Ислам дініне дейінгі қазақтың тарихынан сыр шертетін тұлға. Тұлға болғанда кәдімгі аты шыққан Томирис ханым сияқты, бұл да сондай патшайым. Бірақ атынан басқа еш нәрсесі жоқ. Сіз деді, қызғасың ғой енді деп. Соншама. Енді осының мынаған қараңыз. Мынау 1994 жылы шыққан кітап. 23. 23 год. Мына 20 жыл өтіпті. Талайғы тарих және тұлғалар тәлімі. Орынбаев Абай Әлбекұлы, Сұлтанов Қажиден Шәменұлы, Мұқашева Шайзада Тілегенұлы, Тілеген қызым. Осының, мына уже жаңағы Аққағаз патшайымды зерттеп, соны жариялап, соның артында жүрген адам мына жерде автор болып кіріп тұр. Мына қараңыздар. Мына бетінде, мына. Иә? Ол хабардың несін қараңыз. Аққағаз патша болған ба? Ол туралы тарихшы ғалымдарымыз не дейді? Бұл жерде әрине әртүрлі пікір бар. Біреуі барып тұрған су айт десе, екіншісі жоқ, мынау нағыз қазақ үшін құнды мәлімет деп бұл кісіге құрмет көрсете бастайды. Ал енді бүгін қазір сүйінші сол кейіпкерді Аққағаз патшайымды зерттеп, соны іздеп, соның жолында, білмеймін енді, зейнетке шыққан пенсиясында бәрін соған төліп, өйткені кітаптың көбісі оригиналдары ағылшын, француз тілдерінде. Міне соларды аудартып, басқа жүрген адамның өзін іздеп келіп отырмын. Ол, міне, танысыңыздар, Қажиден Шәменұлы, Сұлтанов. Ассаламағалейкум. Алейкум салам. Ал, аға. Міне келдім, іздеп таптым. Ризамын. Сөйтсем, сіз менің кәдімгідей фанатым екенсіз ғой. Киноларын бәрін көрген болып шықтыңыз. Білем ғой сізді. Да? Иә. Қасқырды айтады дейді ғой, мен ешкімді танымаймын, мені таниды, бәрі таниды деп. Сен де сол қасқырды білесің ғой. Қатыр. Ал, бірінші өзіңіз таныстырыңызшы. Менің атым... Міне қарап сөйлейміз. Менің атым Қажиден Шәменұлы Сұлтанов. Анау менің әкем, анау шешем менің әкем Шәмен, шешем Жұман деген. Анау соғыста барғанда әкемнің портреті 42 жылғы. Иә, өзім 1948 жыл туғанмын. Ал енді мына Аққағаз патшайым туралы мен айтсам, бұның келуі, мен бір алтын тауып алған кісі сияқтымын. Өзімді сөйтіп ойлаймын. Алтыннан гөрі мынаны тапқанымды мен қуанамын. Осының бірінші бастапқысы неден басталды? Бастапқысы мына 72 жыл Дворниченко дейтін Москвадан бір ғалым келіп, мына Астраханның ар жағында, Еділдің ар жағында бір нені қазады келіп. Археолог. Сосын содан 72 жылы келеді. Оның соңынан сол кісі, осы кісі 90 мінеке Дубягин деген кісімен, Дубягин деген Петр Степанович Дубягин. Анау Дубягин деген кісі бар. Мынау менің әкемнің досы. Осы Дубягин, мінеке. Осы Дубягинге келеді. Мен 1991 жылы 15 жыл 8 айдан соң мына көшіп кеттім. Осы Қазақстанға көшіп кеттім. Бұл Россияда қалды. Соны 8 айдан соң мен оны іздеп барған жоқпын. Пішен алуға бардым бір совхозға. Барсам... Қазір тұратын ең қызық жерлерін бәрі осы жерден басталады. Осы Аққағаз патшайымды
кез келген нәрсе бір соған бір себеп болады ғой. иә себеп. Сіз бірінші Саратовқа бардыңыз, иә? иә Саратовта болдым. Соны айтыңызшы, Саратов. Мен енді Астрахань медицинский училище бітіріп, мен армияда службада болдым. Сосын мен Шақым Дөнейім, мен кандидат мастера. Соны мен чемпион болдым. Соны мені әлгі медицина институтына оқуға түстім. 69 жылы. Содан 69 жылы оқуға түсіп, сол 75 жылы бітіріп, соны мен Досанка дейтін жерге келдім. Мына Досанка дейтін жерде, мына Дубягин деген кісі болды. Менің әкемнің досы Петр Степанович Дубягин 1913 жылы туған, 93 жылы қайтыс болды. Мынау археолог, мынау болмаған инабатты сондай адам бұл. Бұны білмейтін кісі жоқ, бұны бүкіл археологтар біледі. Бұның баласы бұдан да озды, айтарым баласы туралы. Так, бұның баласы ана баяғы Жұмағалиевті ұстап алған. Николай Жұмағалиев бар ғой, соны ұстап алған. Мен газетке мен жаздым соны. Так, мынау да менің қазір Жұмағалиев деген адам жегіш қой. Иә, адам жегішті мынаның баласы ұстап алады. Мынау қызық. Сосын мынаның ағасы, бір ағасы атынай подводный лодкамен ана Северный Ледовитый океанның астымен өтіп, жағына шығады. 1963 жылы. Мына өзі бар сондай кісі. Осы виноград жинап жүр екен, үйінің қасында. Мен сонда қондым, айтып, маған қош аш дейді. Сағынып қалып 8 ай болмадым ғой енді. Сосын қонайын дедім, қондым, екеуміз сөйлестік, сосын жатарда маған бір 2-3 газетпен бір кітапша әкеліп берді. Мынадай кітап мінекей, мынадай. Мынадай Ратопенпен жазған кітап, осы емес, бірақ осы сияқты кітап. Кітап жоғалып кетті. Содан кітапты алып, ол кітапты жоғалып кетті мына кітап. Соған ол былай болды. Соған ана газетті оқышым таңертең әлгі кітапты қарасам, 8 патшайымның списогі тұр екен. Қазір мен көрсетемін. Көрсетіңіз. 8 патшайымның список. 8 патшайым список айда. Міне, мынаны көріп қалдым. Мына қағаз мына жерде. Мына үлкені Зарина. Зарина үлкені. Кішісі мінекей қағаз. Жайлы бірде аяқтан оқиықшы аттарын, мына жерге дейін келсін. Жоқ, мына Спарета дейді. Дұрыс, Спарета қате жазылған. Тамирис. Мынау Спарета қате жазылған. Мынау Спарета емес, Зарина. 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 Мынау қате жазылған. Зарина, Треготау осылай жазылған. Треготау. Амага. Женщин царь. Потом мынаны біз кім екенін білдік біз. Мынаның аты Ақаса екен. Ақаса. Ақаса, мынау Қытай источниктерінде Ақаса екен. Мына Мирошина білмейді оны. Жақсы, мен оны көріп қалдым да. Аққағаз. Аққағаз. Аққағаз деп тұр. Аққағаз. Сосын К-ны Қ-ға ауыстырып, С-ны З-ға ауыстырып қазақпын ғой. Ойлаймын, мынау дейтін кім еді? Сосын мен әркімнен сұрайым келіп, мында келіп. 91-дің 6 декабрінен бастап мен іздедім. 2 жыл кітап іздедім, кісілерден сұрайым. Біреу айтады, анадай кітапта бар. Біреу айтады, жоқ, ондай болған жоқ дейді. Сөйтіп жүргенде әлгі Дубягин ауырып бардым, көңілін сұрап бардым. Кітап сұрауға еттім. Ала алмадым кітапты. Себебі аяды мына кісі, тәуір болады деп. Сол Алматыға кеткем 93 жылы. Ол кісі қайтыс болып кетті. Кітапты біреу ұрлап кетті. Соған кітап жоғалып кетіп, мен 94 жылы, уже 1 жылдан соң, ана жыл ресім болды. Мен бардым. Сонда айтты, анда Дворниченко, жаңағы Дворниченко, бірінші айтқан. Дворниченко. Дворниченко неге келді? Бір жерде, Қошут дейтін жерде, жер қазып жатыр деді анда, археолог. Сосын маған бардым. Сен осындай ананың Аққағаз жазған кісіні білесің бе? Білем. Ол шығып кетті, жұмыстан шығып кетті деді. Жақсы. Оны тауып берді дедім. Ол маған тауып бермеді. Хат жаздым, телефон звондадым, бірақ та бермеді. Содан бұл жоғалып кетті. Содан мен бұны іздеп Астраханьның библиотекасына бардым. Библиотекасына. Левченко дейтін Татьяна Ивановна, Кадриян Веровна Плеханова дейтін библиотекарлар ананы іздеді кітапты. Оның кітаптың отказнойлары бар ма да кітаптың деді. Бізде білмейміз деген. Мына.
Мақұл, бәрі бізде жоқ деп әйтеуір жазып Иә, жатыр. жоқ, жоқ. Соны жоқ. 8 жыл 8 ай өтті. Соны Парижде тұратын бір қарындас бар еді, соған айттық. Ол сау болған оның мына Шаванның кітабын әкеліп берді, Шаванның өмірбаянын. Мына кітап, Дворниченко айттым, Шаван жазған Шаван деді. Шаваннан қосып алған Мирошин деді. Сосын Мирошиннің екеуінің кітабын 8 жыл 8 айда әлгілер тауып берді. Ол Петербургта улица Садовой көшесінің 18-ші үйде Российский национальный библиотекада жатыр екен. Кітапты киноға түсіріп алды да, киноға түсіріп алып, кітап қартайған кітап, 100 жыл өткен. Соны маған жіберді. Мен оны көшіріп алып, қазір көшіргенін көрсетейін. Қайда? Қайда қазір? Жоғалттым, жақсы. Осының ішінде бір жерде. Жақсы, оны көшіріп алып, сосын француз тілінде жазған екен. Мен ойладым орыс тілінде екен. Кітап 1903 жылы шыққан екен. Кітапты көшіріп алып нетсем, анда жазыпты, осы Валентин дейтін елшіні, Византия императорының елшісі, ұлы түрік қағанатына кетіп жатқандағы жолда аққағаз патшаның елінің үстімен өткен деген бар екен, дерек. Басқа ештеңе жоқ. Қазір, бір секунд. Басқа ештеңе жоқ. Сосын қалай болды? Сосын мен оны енді дерек қолыма түсті. Алдымда сосын неге газетке, Волга дейтін Астраханның газеті бар, областной газет, соған бердім. Олар 8 ай жаттанды, шығармады. Мына өтірік деп. Соны бір күні Дубагиннің баласы келді. Мен айтам, мені шығармайды. Мен сенің әкеңді мақтап жатырмын. Сен шығарып бер. Ол шығарып берді. Мені уже басқа газеттерге шығып, мені уже сосын Атырауға бердім газетке, сосын Ақтауға бердім газетке, Красный Яр, әр жерде газеттерге беріп жатырмын. Маған ешкім сенікі дұрыс қате деп ешкім айтқан жоқ. Сөйтіп жүргенде мен Куанышева Марина дейтін біздің Астрахандық жерлес журналист, Казахстанский правданың неседі. Журналисі. Сол мені неге шығарып берді. Казахстанский правда шығарып берді. Анда шығарып бергенде ғылым жаңалықтары есебінде мінекей, мына несі, мен жоғалтып алдым оригиналын. Мынау 10 ақпан 2006 жылы шықты. Бұл интернетте тұр, қазір интернетте. Интернетте тұр. Бірақ та мен уақытта ойладым, бұл Арал теңізінің жағасында болған деп. Бірақ та соңынан мен тағы зерттеу үстінде мынадай кітап тауып берді маған, Византийский историк деген кітап. Мынаны жазған 1860 жылы шыққан кітап мынау. Бұны Астраханның Малометова дейтін сирек кездесетін кітаптардың қорының директоры тауып берген кітап. Соның ішіне қарап отырсам, мұны Дистонис дейтін ғалым грек. Бұны аударған екен, Аққағи деп аударған екен. Аққағи. Бірақ та Аққағидің жүрген жері сол Валентин елші келатады, Қара теңізбен шығады, қасында 106 түрікті саудагері бар. Ол мына кітаптардың бәрінде бар. Қазақ тарихының бәрінде ол Креслорный Сұлтановтың кітаптары бар. Однофамилец бар ғой. Бәрінің кітаптарында бар. Сосын Қазақстанның исторический события, Қазақстанның кітаптарының бәрінде анау бар, қағаз жоқ. Білмейді қағазды. Сосын мен телевидениеға 1-2 рет шығарды мені Атырауда. Сосын бір газет журналдарға берсем, оны мен қайтарып береді, шығарған жоқ. Сөйтіп жүргенде жылдар өтті, мен оны қойып кеттім. Сосын бір Плахов дейтін өзім айтады, сен жандандыр жайшы қайтарын. 19 жылы қазақша газет, Атырауда бір газетке шығарып бердім. Жұмабай Досанов дейтін редактор шығарып берді. Сау болсын.
алтын ғасыр дейтін газет сол шығарып берді. Үлкен мақаланы шығарып берді. Бұл мына кітаптың ішінде бар. Содан оның соңынан енді не айтуға болады. Мен әуелі мен сізге көрсетейін мынаны мінекей. Мынау ақ қағаздың ақ қағи болып келген мінекей. Мынау жаңағы византийский историкте ақ қағи. Ол мына жерде бар, мына янда. Ол басы ғой. Жоқ. Міне. Міне ақ қағи. Ақ қағи деп аударған, қате аударған. Мынау 1848 жылы аударған. Так? Оны аударған. Сосын бұнда тек бірақта бұл подробно жазатын. Қай жерде қалай келгені, кіммен болғаны, қалай жүргені, сол жазылған бұл. Так? Так, мынау жаңа не? Мынау кітаптың беті. Мынау жаңа кітаптан көшіріп алған жаңа француздың кітабынан. Так. Мынау Хирт деген ғалым. Бұл ана Шабанға көмектескен 1899 жылы немістің ғалымы. Бұл Шабанға көмектесіп, мына ақ қағаздың билікті анағай дейтін журанның қанына алған дәлелдеп берген мына кісі. 1899 жылы. Оның кітабы мынадай кітап. Мынау неміс тілінде. Бұны маған Мюнхенден менің бір жиенім тауып берді. Мюнхенде тұратын. Атын айтсаңыз, жиенім. Камбетова. Камбетова аты кім еді? Юлия Болатқызы. Тоны көк деп тұр. Тоны көк. Бірақ та мына кітап жазылған көбіне мынау 7-8 ғасыр. Оны 6 ғасыр көп жазбайды. Бірақ та мына ішінде үлкен мағлұмат көп. Бұл неміс тілінен орыс тіліне аудартып алдым оны. Сосын мен мында фотографиялар мынау қырда далада не ғой мынау жүрген нелер ғой. Шума іздеген жерлеріміз ғой біздің. Мынау шағыл дала мынадай далада істедік. Мынау шума, мына жаман аурудың микробын іздеп жүрдік. Осындай. Дубягинде мен де сол. Мынау сонда іздейміз. Так. Мынау уже әкімнің сол. Ал деректер қолыңызға түсті. Енді қаншалықты бұл ғылыми айналымға ену жолына не түрткі болды? Ең түрткі болғанда мен оны іздеп, мына қазір мен жаңғыз бұны іздеген жоқ. Мына қараңыз мінекей. Мына Менандырдың кітабы мынау. Менандр 558 жылдан 582 жылдың арасын жазған. Осының арқасында біз ақ қағи деп тапқанмен осы бізге қай жерде жүргенін. Сосын мынау Агафи деген ғалым. Ол мына Менандырдан бұрын болған ғалым. Мынау Шабанның кітабының бірінші беті, мына Шабан. Сосын Шабанның кітабының бірінші беті болса, мынау ақ қағаз. Міне, кітапта 240 бетте ақ қағаз жазылған. Мінекей. Осы ақ қағаз осыдан бастайды ғой бәрі. Мынау бағанағы Хирт айтып отқан. Анау Прокопий Кисарийский деген ғалым. Так. Мынау оның соңынан өткен Феофилак Симакат дейтін ғалым. Бұл осының арқасында біз ақ қағаздың болған жерінде қырғын соғыс болған дәлелдеп беретін мына кісі. Мына кісі қатырып жазады мынада. 74-ші бетте, қазір көрсетейін 74-ші бетін. 74-ші бет. Сен өзің түсіріп жүресің ба? Мінекей. Мына бетте. Мына көрсетеді. Мына жерде, мінекей. 300 тысяч человек дейді. 300 мың адам өледі соғыста. Ол қалай өледі? 160 километр жерде шашылып жатады өліктері. Сонда мына ғалымдар жазады, Гумилев жазады.
бұл агор дейтін қол лаз деген халықтармен соғыс соғып келгенде бұл ана жерден Византия хитрый ғой, ана түрік қағанатын жеңу үшін әскер жіберіп ананы соғыстырып сол жерде қырғын болады не болса да. Сосын мен ойлаймын, осы қырғын болған жерде ақ қағаз болуға тиісті. Ақ қағаз сол жерде жүрді ғой. Сонда мен ойладым, менің ойлағаным, ақ қағазды айтып, ақ қағаз деп қайталасаңыз қазақ болып естіледі құлағыңа. Сондықтан да мен зерттеп жүргенім содан менің нем түпкілікті ойым сол. Ол сонда мына басқа ғалымдар айтады, вот қазақ деген сөз қассақ деген сөзден шықты, анан шықты, мындан шықты, қазақ деген шықты, қазақ деген сөзден шықты дейді. Мында мен дәлелдеп отырмын, 300 мың адам текке өлмейді ғой бір күнде. Мына Каталон соғысында 160 мың адам өледі, мында 300 мың адам өліп тұр. Неге өледі мынау? Сол уақытта шума дейтін ауру болды. Мына жерде жазылған Каган предал мечу дейді. Мынау орысша кітап мына жерде. Мұны жазып алдым екен. Филактис Макаттың кітабы. Бұл мына кітапқа сүйенген. Мына кітап жоғалып кеткен кітап. Көп жері жоқ мынаның. Сол мына кісінің соңынан өткен кісі. Соңынан өткен. Бірақ та Менандырды пайдаланып, ол кітап жазған кісі. Сонда ол былай деп жазады. Мысалы, бір елдер болады, бір-бірімен қырылысып соғысады. Мына қазір Украина, Россия сияқты. Соны соғысады да, егер де орта жау келсе, бәрін ұтады да, ал орта жауға жабысады дейді. Сосын мына филактистің ішінде көп жазылған, қалай жазылған ішінде оны түсіну қиын. Және ол жерде мына Баянхан деген болған. Баянхан деген кісі мына кердері үйсінден кеткен 30 мың әскер естемей қағаннан қашқан, кетіп барады. Олар ана Россия 265 жыл бойы ненің бүкіл Европаны бағындырған, былай ұстаған. Сондай Баянханды қатты мақтайды. Сосын менің бір табылмай қалған кітабым Савельев деген кісі. Савельев Егоров Петрович, мына біздің Мұхамеджан Тынышпаев сияқты, оның кітаптарын жарыққа шығармаған. Оның кітаптарын маған Туған Барановский дейтін досым болды, историк, тарихшы, профессор. Сол кісі маған тауып берді. Онда жазылған біздің мына казак пен қазақ бір жерден шыққан жер. Түбі бір. Сондықтан да соғыс болған жерден мына Константин Багрянородный деген болған. Константин Багрянородный, сол Константин Багрянородный 350 жылдан соң тап сол қырғын болған жерден Черкесый Косогий деп жазады. Черкесый Косогий дейді. Сосын оған арабтың ғалымы қосылады, Аль-Масуди. Ол Агусти Алеман дегеннің кітабында. Оның енді мына ішінде бәрі, мына жерде жазылған бәрі. Мына Константин Багрянородный мынау мінекей. Мынау Константин 468 бетте. Константин Багрянородныйдың шығарғаны мінекей. Тауып берейін бе? Көрсетейік. 467. Мынау Агусти Алеманның кітабы. Мынау тағы да бар. 468. Вот. Міне. Согласно Константину Багрянородному, казак Косогий деп жазады, мінекей. Және бұл жерде, міне жерде жазады, міне жерде түсіріңіз. Ояқты емес, міне жер. Міне жер. Ояқты жазбайды көп. Именно мынау мінекей. Казак, согласно Аль-Масуди дейді. Масуди оны қайталап береді. Багрянородныйды қайталап береді. Сол қырғын болған жерде міне Константин Багрянородный мен Аль-Масуди кездесіп казак деген сөзді табады. Бұл қай кез? Жылдары қандай? Бұл мынау жыл, мына 2003 жыл шыққан Агусти Алеманның кітабы. Мына иранский источник.
иранские источники дейді. Вот. Казак Жоқ, мына Алмасуден кездескен кездері жылдары қандай кез екен деймін. жылдары 9 жылдары бар еді, мен енді есімде жоқ. Мынау ана 905 пен 970-тің арасында. Екеуі де сол екеуі замандас. Анау арабтың ғалымы, мынау ненікі? Император, Византияның императоры. Сол кезде қазақ деп көрсетті. Енді бірінші рет көрсеткен осылар. Сонда қырғын болған жерден шыққан. 10 ғасыр болып тұр ғой сонда. Өсіп, адам өсіп, анау қалпына келіп, шөпті өртенгенде не деді ғой, адам да өседі, соны қазақ атанған деп. Сосын мен мына Мұхамеджан Тынышпаевтың кітабында мына кіші жүз бар ғой, кіші жүз дейтін қазақтың көбі кіші жүзден. Мысалы, Сана дейтін журналда жазылады 23 жылы. Бір қарттан сұрайды ғой, қазақтың көбі қайда, азы қайда дейді. Сонда бір қарт айтады, ертеде айтатын еді, кіші жүз аттың түгіндей дейді. Орта жүз аттың құйрық жалындай дейді. Ұлы жүз аттың төбеліндей дейді. Сонда мына бүкіл мына Тынышпаевтың кітаптарын оқып жатсаңыз, бүкіл Қара теңіздің ар жағы, мына орыстың төменгі жағы, Кавказ бененің бер жағы, бәрі кіші жүздің Арал теңізіне шейін, Қызылордаға шейін біздің жер болған. Так? Ол азайып келгенде 20-шы жылы келіп Тынышпаев айтады, Тынышпаев. Біздің 20-шы жылы қазақтың 2-ден 5 бөлігі, қазақты 5-ке бөлсең 2 бөлігі кіші жүзде дейді. Ол уақытта қазір азайдық біз. Ол уақытта көп болғанбыз. Азайып тұр, қазір арғындар көп дейді, қазір мысалы үйсіндер көп дейді, солай дейді ғой. Қазір заман өзгерді ғой, сол уақытта солай болған. Енді ана көптен азға қарай тарауға тиісті. Несі? Солай. Енді ақ қағаз жоғалтып алдық, соған келейік. Енді қаншалықты ақ қағаз патшайымның қазір қолыңыздағы барлық деректерге сүйеніп, мына айтыңызшы, ол кім болған, қандай несімен ол тарихта бүгінгі күнге керек? Мен де ойлайын болайды. Мына әуелден басынан бастағанда анда жазады, ақ қағаз хандықты Анағайдан алды дейді. Журан ханнан. Анағай, ана Бөмен ханға бірінші құда болады ғой, кімге? Сен мен үзеңгі соғатын құлыма құда болмаймын деп, екеуі соғысып, Анағай өзін өзі найзаға түйрейді. Сол Анағайдан мынау қалады. Соған бұлар ана қашып, ана жақтан, неден, үйсін жақтан, ол жүзден қашып, сол 30 мың әскер, Варханит дейді, Авар дейді, қаңғырып, мына Еділдің мына бетіне шығады. Ана Баян хан арғали кетеді, мына мен андың кітабы соған арналған. Кім жазады? Баян хан жазады. Ананың алтын алғаны, Византиямен соғысқаны бәрі бар. Енді сонда қағаз қашып жатыр. Соны ана Бөмен қағанның інісі Естемір қаған болады. Оны Зойып айтады, Естемір қаған дейді. Естемірдің баласы 90 дейтін. Оны Турксан деп жазады. Турксанмен кездеседі ғой Валентин. Ол кітаптардың бәрінде бар. Бірақ та қағаз жазбайды олар. Білмейді. Енді қайсы бірін жазсын, Гумилев дейтін басы қатып отырған кісі кітап жаза береді, кітаптарым толып тұр. Мынаның ішінде толған осы 10 шақты әлгі арабеский история дейтін кітап бар. Мұны соның ішінен іздедім. Оны мен археологтар айтты, осыдан ізде деп. Мен таба алмадым одан. Сол ол қайсын басы қатты, оны жазбай кетті. Қағаз жазылмай қалған. Қағаз осы біздің қолымызға түсіп тұр, солай деп ойлаймын. Сонда ана Валентин барғанда Естемір қайтыс болған екен. Ол где-то мына Қалмақ қыры мен Ставрополь өлкесінің жанында өлген Естемір қаған. Соның несіне барады ғой. Кітаптардың бәрінде бар, оны оқысаңыз. Солай. Ол жерде тонкий политика болған. 8 патша жіберген, елші жіберген. Земарх деген бар. Там көп анда, Евтихий деген бар. Валентиннің өзі бәлем барған. Ананың күшін білейін тұр ғой. Соңынан енді келіп, Византия бар бір, ана кім Турксанып келіп, керші алғанда, ана ерді бермеуге, өзінің жақтастарын Византия неге берсін? Юстиниан, ол уақыттағы
Америка Византия болды ғой. Алғанда соғысқан, теңізбен әкеледі. Не ғой, арзан ғой. Андан келгенше бұларды жеңген болып тұр. Бірақ та олар әуелі көнектікте бұларды жеңіп, ананы өлтірген. Енді мен ананың қалай өлгенін, енді 300 мың адамдық бір-екі күннің ішінде қырып кету ол өте қиын зат. Өте қиын зат. Содан туындаған ба деп мен ойлаймын. Ана журналға шығып тұрғаны гипотезам, менің жорамалым сол үшін жазым. Қажеке, ал жалпы қысқаша тарихы осылай болып тұр. Сіздердегі бар деректермен. Енді бұнымен кәдімгі кәсіби, негізі тарихшылар көріп отыр ғой, кәсіби тарихшылар. Бірақ олар сізді аферист деп жаңағы еще мінерде жазыпты ғой біраз шамалы. Мен олардың Галешнер болған кісі сияқтымын. Галешнер. Енді ол жасында кезінде ешқандай кәсіби тарихшы емес қой. Азияның жасында бір отла дүниені төңкерді ғой. Сондай сияқты қазақтың атақты кәдімгі томиристерінің қасында аққағаз патшайым шықса несі бар? Қазақпен тікелей байланысты, қазақ тарихымен, түркілік тарихымен байланысты келіп тұр. Сондықтан өзіңізбен аққағаз туралы соны білейінші деп келгендегі мақсатым еді. Өзіңізді көрдім, неғылдым, ризамын. Қазір осының өзін халыққа өзімнің жаңағы көрермендерім бар ғой, енді Құдайға шүкір, қанша мың. Соларға таныстырамын. Сосын енді не дейміз, жаңағы кәсіби тарихшыларды енді солармен айналысамыз енді. Мен солардың алдына барып, мынаған енді комментарий беріңдер деп айтамын ғой. Басқа не айтамын мен оларға? Кешірім сұрау керек. Кешірім сұрау керек. Олар енді милары жетсе кешірім сұрайды ғой. Мен сұраймын. Сіз сұрайсыз ба олардан? Ой, сіз өзіңіз табасыз. Галештірлаған. Галештірлаған қандап бересіз ба? Ол бір қызығы мынадай бар. Ана Мирошина 7-ші патшайымның атын білмейді. Әйел патшайым дейді. Оны Зуев деген кісі, Торпақбаева дейтін кісі бұларды соны жазыпты, ол 2003 жылы. Бірақ та оны қағазды айтыпты, Иран тілдес, скиф тілінен аудару, ары қарай қазбапты, қағаз деп қазбаған. Менің ойым бұлай, ананың атын Ақаса деген. Соның Ақасаның өзі де қағаз болып кетуі мүмкін. Ол дейтін 2-ші ғасыр донашы эры. Ана қағаздан 700 жыл бұрын өткен адам. Мүмкін анау қағаз болмас, қағаздың алып келген ұран болып кетуі мүмкін. Ұран. Оны Птолемей дейтін ғалым есінде бар, оның бәрі деректер бар. Көрсете аламын. Жалпы жақында Алматыдағы қыздар институты бар ғой, Женпи дейді ғой. Сол жерде мен үлкен бір конференцияда болдым. Ұлы дала ақиқаты деген кітап. Зәріпбай Оразбай шығарған қалың мынандай кітап. Мен алғаш оны таныстырып отырмын. Сол жерде ашып қарасаңыз, қазақ кезеңі, түркі кезеңі, бәрін шамалар келгенше кәдімгі хрестоматиялық тарих жасап шыққан. Менің ойым енді, қазір мен осы тұрысымда, сол Зәріпбай ағамен кездесіп, осыны сол кісіге көрсетемін. Сөйтіп, осы жердегі сіздің мына жазғандарыңыз бар, басқаларыңыз бар, бәрін соны мүмкіндігінше жаңағы кітаптың әлі несі болады ғой, қосылып жаңадан да тағы да шығарылады. Ішінде қалып кеткен болмайғандарына. Сондай қылып сол тарихқа өз орнын алу керек қой. Ең бастысы. Сосын ары қарай деректі фильмдер түсіріліп, сол жерлерді көрсетсе, мысалы. Сосын барып енді бұдан кейін ең үлкені әрине оқулықтарға кіру керек, конференция жасату керек. Мысалы Алматыда конференция жасалатын болмаса Астанада, білмеймін қай жағында жасайды тарихшылар. Оған шақырса келесіз ғой? Мен барам ғой. Болды. Мен ешкім шақырмайды ғой. Жоқ. Мұнаның бәрі сізде болып тұрғаннан кейін сіз шақырмай кім шақырады олар? Мына карта. Міне қараңыз. Мына соғыс болған жер. Мына печенеге.
сосын бір тағы не ұмытып кеттім айтайын дегенім. Мынау енді менің мына Прокопийдің кітаптары, мынау әлгі Августий Алеман, мына Аль-Масудидің жазып кеткені, Аль-Масудидің жазғаны, Аль-Масудидің жазғаны 350-ші бет. 350-ші бет. Қайда? Осы Аль-Масудиді соны айтады. Аль-Масуди. Аль-Масуди. Қайда жерді? 331 ғой, 350. Не яқты екен? Тауып берейін ба? Жоқ, болды. Мен кез келген нәрсені бірден бере салмаймын ғой, мен жайлап ішетін шығарамын. Сосын мына түркі деген сөз мінекей. Шабанның кітабында мінекей Шабан. Ананы Тюгу дейді, Тюгу Түрков, оны қараңыз. Түріктің аты әуелде Тюгу болған. Туран жеріне келгесін түркке айналған. Тюгу. Туран жеріне келгесін айналған. Мынау жаңа біздің әлгі кітаптары, ғалымдардың кітаптары. Мынаның ішінде жоқ. 9 том исторические события. Мынау кітаптың ішінде мынау жоқ. Мынау 7 томды қазір шығайын деп жатыр қазақтың тарихында. Егер де мына қағаз кірмесе, ол ұят болады. Мен 5 томдық 77 жылғы кітап бар менде, история казахской ССР деген. Оның ішінде жоқ. Қазір кіру керек деп ойлаймын мен. Ол қалай да қағаз кіру керек. Сосын солай енді. Ал, енді 90 ауыз сөздің толықтай түйіні деп. Осы жазылған, қазіргі жазылған. Осы күйінде ешқайсысын кеспей, басқа қылмай мен жарыққа шығарайын, мойныма алатын. Сөйтіп өзімнің қанша мың оқырмандарым бар ғой, көрермендерім. Солар арқылы кеңістікке, әлеуметтік кеңістікке таратамын, бірінші. Екінші, жаңағы айтқан ғалымдармен барып кездесіп, мүмкін болса, егер осыған жаңағыдай бір қолдау көрсететін болса, қай институт жаңағы қайсысы, онда мен лажы болса сізді шақырдым, сонда бір конференция жасатып, сол жерде ғалымдарға, жазушыларға, журналистерге өзіңіз соларға айтып, бәрін кәдімгідей көрсеткеніңіз дұрыс болады деп ойлаймын. Сол жерге жаңағы кәсіби тарихшылар да келсін, сосын жаңағы ұрлап алынған галошты қайтарамыз ғой сол жерде. Мынаған нетпей қойыңыз, мен бір тағырын айтайын. Ана Зарина дейтін патшайым бар ғой. Бірінші Зарина ғой. Анда қате жазған сыпырет емес, Зарина. Сол Зарина, ол бірінші тұр, ол Тамардан үлкен. Оны иран тілдес дейді. Оны Мұрат жиі айтады, бұл иран тілдес емес біз. Біздер туран тілдеспіз, біздер басқа тілде. Сонда мен ойлайтыным, Заринаны бұлар анда ойнасты. Ой, ана бір күйеуіне біреу бүйтті, анау мен сөйтті, анау мен жатты, анау мен сөйтті дейді. Бәрі-бірінен бірі көшіреді, орыстардан көшіріп алады. Сосын оны дейді, жерленген жері дейді оның, Заринаның. Сығанақ, Қызылорда болсында дейді. Так. Енді мен әлгі Савелевтің кітабын оқып отырсам, Заринаның мәйіті Кабардино-Балкарияда, станция Котляревскияда, село Арық дейтін жерде. Сол жерде теректің жағасында мына Мать Родина бар ғой, одан биік не болған, алтыннан жасаған не болған, монумент болған. Соның орнын 1915 жылы Савельев көреді. Әлі зерттелмеген зат. Оны Кабардино-Балкарияның нелері білмейді. Сосын мен қарадым. Сосын әлгі Заринаның соғысқан жері Мидиямен соғысқан. Мидия дейтін ана Иранның ар жағында. Мен картамен қарасам, Қызылорда мен Сығанақ пен ана Мидияның арасы 1400 шақырым жер. Ол 1400 шақырым жерден соғысып жүрген кісі анда барып неге жерленеді? Оны Тұрсын Жолтбаев жазады. Тұрсын Жолтбаевтікі қате. Ана орыстардан көшіріп алған, жаза қояды. Ол Алла бір солай болған. Оны мен осы жақын арада мына кітаптың ішінде ол бар. Так, енді мен ана мысль журналына қазір шығарып берейін деп отырмын. Беріңіз. Иә. Анау ойнасы қылды, анау бүйтті, анау сөйтті деп, бұғын ашайтын.
Так. Ал. Мынау Атырау облысының Астрахан жағындағы шет жерінде, мына жағында шекараның арғы бетінде Бөкей ханның ескерткіші тұр, Сейіт бабаның ескерткіші жатқан жері бар, болған ол жақта да. Бергі бетінде Қиғаш ортада. Қиғаш кәдімгі Исатай Махамбеттің көтерілісіндегі Қиғаш. Махамбеттің жырларында Қиғаш. Соның жағасына келіп тұрмын. Сондықтан сол Қиғаш деген тарихта жаңағы сол Исатай Махамбеттердің шайқасымен солардың сол замандағы өмірлеріне сәтінен көрсетеді ғой енді. Ол деген бір қазақтың рухани көтерілген кезі ғой. Жәңгір ханмен майдан ашу деген енді ол өте сондай сұмдық енді. Ал енді сол Қиғашқа тағдыр тартып міне тағы бүгін келіп отырмын. Бұл енді мына Қажиден Сұлтанов деген қазақтың мына Азияны айтып жаңағы Олжасты айтамын ғой. Олжас өзі ол жерде не білейін, геологпын деп па, сөйтіп барып тарих қозғайды ғой. Кітаптар жинамалды қозғасын. Иә, сол сияқты ғой. Сізде жаңағы дәрігерсіз, а бірақ әкеңіздің арқасында шығар енді сізді білмеймін ғой әйтеуір. Міне осындай бір жатқан бір шым шытырақ кәдімгі тарихтың ішіне кіріп кеткен екенсіз. Соны ерінбей жүріп, жинап, бір-біріне салыстырып, Құдай мынағыңызда бірдеңе тұр ғой, әйтпесе анапы бір-біріне байланыстырып, ортақ бір нәрсе шығару өте қиын. Бұл мынау сөз жұмбақ шығарғанмен бірдей ғой. Сондықтан айтпақшы, осының бәріне шынды айтқанда бұл аспанға жатып қиялдап дәріс емес қой бұның бәрінің артында біріншіден қажырлы еңбек тұр, ізденіс тұр. Екінші бұның артында бәрі қаражат тұр. Шыныңызды айтыңызшы, жеңгеміз сізді әйтеуір жақтыра ма? Тамағын дұрыс бере ма? Ұрсады ғой маған. Ұрса ма? Бұлай жан-жағыңыз ше, олар сізге бір қияли деп қарайтын шығар ма? Немножко бір ызбен. Мынандай дей ма? Ал онда айтыңыз енді, қазір суретке түсіреді мына балам. Сондай болсам да әйтеуір Алматыдан Қалдамұрттың өзі деп келді деп айтыңыз енді. Сондықтан енді осыны тезірек ғылыми айналымға шығарайық, сөйтейік та, ендігі жалғас, ендігі отырыс, Құда қаласа ғылым академиясында болмаса бір институтта осыны сізбен кездесуге ғылыми конференция жасап, осымен айналысуым керек. Құда қаласа сол жерде кездескенше сау болыңыз. Сау бол саған да. Рахмет сізге. Енді бұл деген өмірді арнау, сіз білесіз ғой, Ақжан Машани деген ағамыз болған. Білем ғой. Ол өзі геолог болу керек, әйтеуір политехникалық несі мамандығы. Фараби шығарған. Иә, бірақ ол кісі өмірін бәрін осы араб тілін бәрін білген Фарабиге арнаған. Фарабидің барлық ұлттар, тәжігіңде, өзбегіңде, жан-жағыңдағың бәрі, оның бәрі несін ашып қойсаң, сол ұлттың өкілі деп жазылады. Ал оны жаңағы отырарда туылғаны бар. Одан кейін оның дәлелдегені Фарабидің мен бір байқағаным. Ана Фараби музыка туралы айтқан жерде домбыра туралы да айтқаны бар. Ол қазақтың домбырасын ол білмесе, бала кезінен тыңдамаса деген сияқты. Сосын отырарда болып отыр. Сондай дәректермен ол Фарабиді қазақ өкілі екенін дәлелдеп беріп, содан 1970 жылы сол кісінің үлкен мерейтойы болды. Менің кітабы бар. Иә, сөйтіп жаңағы Фарабидің арналған әлемдік конференция болды Қонаевтың кезінде. Сол сияқты Құдай сәтін саса, Аққағаз патшайымның атында да үлкен халықаралық конференция болып, қазақ шашылып жатқан бізде ондай тұлғалар көп емес қой, жан-жаққа бере салатын. Сол басын қосып жинайтын күн келген сияқты. Сондықтан Аққағаз патшайымның артындағы жанашыры болып жүгіріп жүрген, соған өмірін арнаған 34 жылы. 34 жылыңыз ба? Сондықтан Қажиден ақсақал, міне қазақтың жас оқырмандары атынан, менің көрермендерім, тыңдарман, солардың атынан сізге рахмет айтам, алғыс айтам.
Аман болыңыз, сау болыңыз. Сізге саған рахмет енді тау болғаныңа. Енді іздедім ғой. Мынаған рахмет, мысль журналының редакциясына рахмет, главный редакторына рахмет. Мынадан кейін барып, адам Асыл Сағынбетов сау болсын. Асыл ба? Асыл Сағынбетов. Асыл Сағынбетовке рахмет, Сағынбековке. Рахмет айналайын.